Джу Вен Джун Тан Джон Ги әлем чемпионаты ағышын матч 3-ші партия. Е4, С5, Сицилиян қорғанысы, АТФ Е6, Паульсен варианты, С4, Геза Мароци жүйесі, АЦ6, Д4, СД ат Д4, піл Б4 шах және АЦ3. Әрине мынандай мәселе қарастырылмайды. Ат Е7, піл 2 және Д5 тез арада орталықтағы мәселені анықтау. Алдық және рокировка. Рокировка СД енді мынау өтетін сарбас. Бәріміз осыған шабуыл жасаймыз деген ойдамын. Піл F3, 1, 2 және 3 деген сияқты. Піл Е6, піл Ж5 байлап тастадық. Енді тағы да білет, мына мәселені туындап тұр. Алдық. Енді мынау оқшауланған сарбаз, мынау бытыраңқы сарбаздар. Тура С8, уәзір А4. Сен мынан алатын болсаң, мен мынан алам деген әңгіме. H6, піл D2, A5, тура E1, тура C4, уәзір A3, ат F5. Енді бұл француз қорғанысында жиі орын алатын жағдай. Атты F5-ке қою. Піл E2, осы аумақтан шығарудың амалы. Тура C8, тура A-D1, уәзір D6 алдық, тура A8. Енді өтпелі шабуыл әдісі. Уәзір B4 алдық, піл F4, уәзір C6, піл B5, уәзір B6, және тура E2 мына торды бақылауға алу керек. Тура F A8, піл D3, A1, тура E1 алдық, және уәзір D8. H3, енді мына пілдің түсіне сәйкес жел көз жасап жатыр. Уәзір F6, тура E1, тура C8, піл негізгі орталыққа келді. Оқшауланған сарбаз және оқшауланған сарбаз. Уәзір G5, піл 6, тура A8, піл F4, уәзір F6, піл B7 және тура D8. Піл C7, тура F8 және тура D1. Мына жерге шабуыл жасау. Енді мынандай іс-әрекетті жүзеге асыру. Уәзір Ж5, ішіне көңіл аударып тұрған жоқ. Алдық, және ат, бұл енді 8 аяқ ат. Мына жерге шабуыл жасап тұр, және мына жерге шабуыл жасап тұр. Әрине, былай алатын болсаңыздар, онда былай алатта мына жерге шабуыл жасайды. Сол себепті H4, мына уәзірге шабуыл жасау, уәзір Ж4, алдық, және тура E3, алдық. Сонымен 0-21. Ақтарда да, қараларда да ешқандай басымдық жоқ. Әрине, мынандай өтетін сарбаз бар. Бұл туралы біз біліп тұрмыз. Бірақ түсі бөлек пілдердің күресі деген тақырып бір бөлек бар. Бірінші кезекте түсі бөлек пілдер немесе патшаға шақ жасау керек, немесе өтетін сарбазды алға қарай ұмтылу керек. Көрейік енді. Бұл сарбаз уәзірге айнала алама. Тура A8, піл B6, D6, D4. Сонымен біріншіден қорғадық, екіншіден мына жерге шабуыл жасадық. Патша E7, B6, G6, патша H2. Ойынның соңында патшаның белсенділігі маңызды. H5, патша G3, A5, патша F4, патша D7, G3, шах, E3, A5 және B4. D5, B6, A3, патша D4. Көрдіңіз ме, қаншалықты патша белсенді және піл деген болашақта мынаны қорғайды. Піл E6, піл C5, A2, патша D3, енді піл мынаны қорғап тұр. Шах, E3, былай, және C4. Кеттік, арғарай. Ақырындап бұл сарбазды жылжыта бастадық. Былай, алға қарай, былай және патша F4. Көрдіңіздер, патшаның белсенділігі өте маңызды. Мына жүрістен кейін жағдай қиындап кетті. Көрдіңіздер ма? 0,53 болды, енді мына жүрістен кейін 1,92 болды. Ең тәуірі бұл жерде тура E2, патша былай, және патша D7, патша C8, патша B8 және патша C8, патша F8 деген варианттарды ойнау керек. Мына патшаны жақындатуға болмайды. Бірақ піл C6 деген қателік болды. Патша G5, кеттік. Патшаның белсенділігі өте маңызды. A4, шах және тура B2. Әзірше тураларды айырбастаудың қажет жоқ, өйткені мына сарбаз өтпей қалу мүмкін.
патша E6, піл F4, тура C4, және піл E3. Көрдіңіздер ме? Мынаны да қорғайды, мынаны да қорғайды, мынаны да қорғайды, ал патша өзінің белсенділігін арғай жалғастырады. Патша E5, тура B8, D7, D8 және D6. C2, патша H6. Патша F6, тура D1, тура D6, піл D4 шах, патша F5, F3. Тура C4, C6. Көрдіңіздер ме? Ақырындап болса да, бәрібір бұл сарбаз алға қарай жылжып жатыр. Тура C2, патша G7, мына жерден мына патша алға қарай ұмтылып баратыр. G5, алдық, және піл B6. Піл B6 көрейік. 3,73. Патша F5, C7. Көрдіңіздер ме? Ақырындап бәрібір мына сарбаз деген алға қарай жылжып жатыр. C3, A5, піл тура C5. Енді басқа мүмкіндік, егерде сіз мынан алатын болсаңыздар, онда мынан алады, содан кейін C8 болады. Тура C5, бұл енді атақты тарыш ережесі. Мына сарбазды бақылауда ұстау. A6, C4, патша F8, піл D5, патша E7, H4, шах. Енді бұлай және тағы бір сарбазды ұйымдастырдық. Енді нау енді қозғалады бұйырса. Піл E6, H5, тура C5, H6, піл C8 және H7. Осымен ойын аяқталды. Осындай тамаша партия. Джу Вен Джун, Тан Джон Ги. Үшінші партия, есеп 1,5-1,5.